Сәлем канал көрермендері. Елімізде 16 мың кәсіпкер кредитін төлей алмай жүр. Бүгінде 16 мың кәсіпкер банктен кредит алып, оны төлей алмаған. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасының орынбасары Олжас Қизатов айтты. Қазір кредит алып төлей алмаған 16 мың кәсіпкер бар. Олардың жалпы сома қарызы 1 триллион теңгені құрайды, дейді Олжас Қизатов орталық коммуникация қызметінде өткен баспасөз мәслихатында. Агенттік төрағасы бұл мәселені шешу үшін сервистік компаниялар құрылатынын және олар банктың еншілес ұйымы болатынын жеткізді. Оның айтуы бойынша стресс активтің кепілдігіне ауыл шаруашылығы жерлері мен ірі өндірістік орындары енгізілген, яғни қармағында бар деген сөз. Оларды экономикалық айналымға енгізу керек. Коллекторлық агенттіктер бұндай жұмыспен айналыспайды. Сондықтан сервистік компанияларға осы функцияны береміз. Бүгінде банктер мен микроқаржы ұйымдарының балансында ауыл шаруашылығы мен ірі өндіріс орындары бар. Олар жұмыс істеп отырған жоқ. Біз оларды экономикалық айналымға енгізуіміз керек. Сондықтан проблемалық кредиттер шетелдік инвесторларға сатылатыны туралы нақты шешім қабылданды, дейді Олжас Қизатов.